Қайырлы күн, менің сүйікті достарым. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Малика. Менің ардама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен менің Нағаш апамның рецебімен муравейник жасаймыз. Ол үшін біз ұнның үстіне чоркадан сары майды өткізіп аламыз. Сары майды осылай ұнға батырып отыру керек. Қандай үлкен жетімен өткіземіз. Негізі сары майды қатты күйінде алған дұрыс, себебі біз жұмсақ сары май алатын болсақ, оны чоркадан өткізу қиын болады. Достар, енді біз оның үстіне 3 жұмыртқа қосып, қамыр илеп аламыз. Достар, мінекей біз осындай жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді біз оны морозильникке қоятын боламыз 30 минут немесе 1 сағат. Достар, мен қамырымды қатырып, оны 4 бөлікке бөліп алдым. Енді біз бұны осылай противеньға пергамент төсеп, чоркадан өткіземіз. Егер де сіздер аз-аздан істесеңіздер, тез піседі. Енді біз бұны 200 градуста қызып тұрған пеште, міндетті түрде қызып тұрған пеш болу керек. Қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, мен жартысын пісіріп алдым. Қамырдың жартысын пісіріп алдым. Және майдалап алдым. Енді біз оның үстіне сгущенка қосамыз да қолмен жақсылап араластырып аламыз. Сонымен достар, біздің муравейнигіміз дайын. Дәмі деген өте дәмді шықты. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, ардама жазылып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.